Кайырлы күн. Кайырлы күн окуучулар. Камера косайык, микрофонду косамыз. Окуучулар, сабагыбыз башталды. Камера косамыз, микрофонду косамыз. Кайырлы күн, калдарыңыз калай? Сабакка дайынбызбы? Iya, дайынбыз. Өтө жакшы. Көңүл күйлөрүң калай? Жақсы. Жакшы, онда сабагыбызды баштайык. Менин аты жөнүм Кабдуалиева Мөлдүр Элубаевна, Жарык Тирек мектебинин физика жана математика пән мугалими болом. Яғни бүгін сендерге сабақты мен өткіземін. Сабаққа дайын болсақ, онда ары қарай жалғастырайық. Даусым бәрі естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Слайд көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Жақсы. Онда ары қарай сабағымызды жалғастыра берейік. Енді білесіздер, бірінші тоқсанда біз кинематика тарауы мен астрономия тарауын өткенбіз. Сол өткен тақырыптар бойынша кішкене есімізге түсіріп алайық, иә? Слайдта мысалы сұрақтар берілген, осы сұрақтарға жауап берсек, яғни кері байланысқа шығып отырамыз. Бірінші сұрақ, кинематика қай тілден алынған? Қазақшаға аударғанда қандай мағына? Грек тілінен алынған. Қазақшаға аударғанда қандай мағына білдіреді? Қозғалыс деген. Латын тілінен аударғанда қозғалыс деген мағынаны білдіреді. Жақсы. Екінші, дененің кез келген екі нүктесін қосатын сызу. Сызық өз-өзіне параллель күйде қозғалатынын білдіретін не? Қозғалыс. Екінші сұрақ. Түзу сызық өз-өзіне параллель күйде қозғалатын қозғалыс. Ол қандай қозғалыс? Дененің кез келген екі нүктесін қосатын түзу сызық өзіне өзі параллель күйде қозғалатын қозғалыс не? Қандай қозғалыс деп аталады? Бар ма жауап? Микрофон қосып отырайық. Ағой, бұрма мектептері нені камера қосып қойсаңыздар. Бар ма жауап? Келесі сұрақ. Механикалық қозғалыс дегеніміз не? Механикалық қозғалыс дегеніміз не? Мұғалім, механикалық қозғалыс дегеніміз ол бір дененің басқа денелерге қатысты уақыт өтуіне байланысты орын ауыстыруын механикалық қозғалыс дейміз. Өте жақсы. Мысал келтіре қойшы. Мысалы, Мысалға, қарапайым эскалаторды алуға болады, иә? Эскалаторды винчикін алсаңдар. Мынау винчик қосып тұр, анау аяғын ашып тұр. Жақсы. Келесі. Қозғалыстың кинематикалық сипаттамалары қандай? біз айтсақ болады ма? Аты жөніміз қоса айтыңдар. Мұғаліммен айтсам болады. Бұрма мектеп айта ғой. Атың?
Айзада. Айзада айтады. Қозғалыстың кинематикалық сипаттамалары орны, жолы, жылдамдығы, уақыт, Үдеу. Үдеуі, координатасы. Жақсы. Жұлдызды аспан, шоқ жұлдыздары туралы қысқаша мәлімет берсеңіз. Есіміңді қоса айтсаңыз айтып отырайық. Менің есімім Мұқаш Күнай. Мхм. Жұлдыздық аспан поясы туралы қысқаша, бұл аспан сферасының айналу осы қиып өтетін нүкте. Мысал келтірсек, солтүстік плюс маңында темірқазық жұлдызы орналасқан. Жер айналған сайын аспандағы жұлдыздар темірқазықты айнала қозғалып көрінеді. Жақсы. Неше шоқ жұлдыз бар? Білеміз ба, неше шоқ жұлдыз бар? Жоқ, мәлім. Саны қанша еді бізде өзі? Шоқ жұлдыздар саны. 88. 88. Өте жақсы. 88 шоқ жұлдыз бар. Енді қарайық. Мына суретке қарап не айта аламыз? Мәлім сурет полностью көрініп тұрған жоқ. Көрініп тұрған жоқ. Босып кетті ме? Міне, көрініп тұр ма? Иә, көрініп. Осы сурет туралы не білеміз? Қандай ойларың бар? Мына суретті көріп, ойларыңа не келеді? Дененің өзара әрекеттесуі. Денелердің өзара әрекеттесуі өте жақсы. Тағы Қозғалыс немесе тыныштық. қозғалыс. Жақсы. Тағы не ойларыңа келеді? Тағы не айта аламыз бұл туралы? Допты бала тепкен кезде не болады? Денелердің әрекеттесуі. Денелердің әрекеттесуі. Қандай дененің әрекеттесуі болады бұл жерде? Екі дененің әрекеті. Қандай денелердің? Бала мен топ. Аяқ пен дененің. Аяқ, баланың аяғы мен доптың арасында әрекет болады. Жақсы. Ал өзара әрекеттесу бізде не деп аталушы еді физикада? Денелердің өзара әрекеттесуі не деп аталушы еді? Екі дененің өзара әрекеттесуін сипаттайтын шама. Не деп аталушы еді? Күш. Күш деп аталады. Жақсы. Енді дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазамыз. Ньютонның бірінші заңы инерциялық санақ жүйелері деген тақырыпты жазамыз. Тақырыпты жазайық. Жазып па? Енді сендер өздерің білесіңдер, иә? Біз бірінші тоқсанда кинематика тарауын қарастырғанбыз, иә? Яғни кинематика тарауында біз қозғалысты қарастырдық. Яғни латын тілінен аударғанда қозғалыс деген мағынаны білдіреді дедік. Бұнда бізде ненің қозғалыстың яғни жылдамдығын, уақытын, үдеуін, мысалы, орын ауыстыруын, координатасын нестедік, қарастырдық. Бірақ кинематикада осы қозғалыстың себеп салдарын біз қарастырмадық. Енді біз осы қозғалыстың себеп салдарын қарастыруды өтеміз, яғни ол бізде механиканың бір бөлімі, динамика бөлімі қарастырады. Яғни қозғалыстың себеп салдарын қарастыратын бөлім, механиканың екінші бөлімі, ол бізде динамика болып табылады. Яғни динамика дегеніміз денелердің өзара әсерлесу заңдарын, яғни дененің қозғалысының пайда болу себептерін қарастыратын механика бөлімі. Енді грек ғалымы Аристотельдің
яғни көзқарасы бойынша дене тұрақты жылдамдықпен қозғалу үшін оған үнемі басқа дене әрекет етуі керек деп есептеген. Яғни дененің табиғи күйі ол тыныштық деп аталады. Бұны ежелде біздегі грек ойшылы Аристотель айтқан. Бірақ бұны 2000 жыл өткеннен кейін 2000 жыл өткеннен кейін бұны Италия ғалымы Галилей теріске шығарды. Яғни Галилей Аристотельдің айтқан мына тұжырымдамасын теріске шығарды. Яғни, егер денеге басқа денелер әрекет етпесе, немесе олардың әрекеті теңгерілген болса, онда дене не тыныштықтағы күйін сақтайды, не түзу сызықты және бір қалыпты қозғалысын жалғастырады деген. Яғни, Аристотельдің айтқан несін теріске шығарды. Яғни, оны қалай дәлелдеді? Мына суретке қарасаңыздар, не байқап тұрсыздар? Бұны сіздер білесіздер. Біз 7-ші сыныпта инерция деген тақырыпты өткенбіз. Инерция тақырыбында, яғни инерция құбылысын біздегі осы Италия ғалымы Галилей ашқан, білесіздер, иә? Инерция дегеніміз не еді өзі? Кім айта алады? Инерция дегеніміз не еді? Инерция дегеніміз орындалатын сана жүйесі инерциялық сана. Инерция дегеніміз не? Оған әсер етуші күштер болмаған кезде инерция заңы орындалатын сана жүйесі деп аталады. Галилей оған қалай инерция құбылысын қалай ашып еді, қалай тәжірибе жасап еді? Инерция денеге басқа денелер әсер етпеген жағдайда дене жылдамдығының сақталуы. Немесе дененің қалыпты әсер етсе тыныштық күйі бір қалыпты қозғалысын сақтап қалу. Яғни бір денеге екінші дене әрекет етпеген кездегі жылдамдықтың сақталу құбылысын біз инерция дейміз, иә? Инерцияны, яғни біздегі Галилей тәжірибе жасады. Яғни бірінші мысалға бір нені көлбеу жазықтықтан мысалға мына тележка деп алсақ, тележканы жіберген кезде алдындағы тұрған мысалы құмға ол не істеліп қалды? Тіреліп қалады. Тірелді, иә? Тоқтап қалады. А екіншісінде егер біз құмды жерге жайып тастасақ не болады? Ары қарай жүреді. Машина, тележка мысалы жүріп барып не істеп қалады? Тоқтап қалады, иә? Ал үшіншісінде мысалға құмды біз вообще неден алып тастасақ, жолдың бойынан, яғни тегіс. Онда тележкамыз қалай жүріп жатыр? Тоқтаусыз, иә, еркін жүріп жатыр. Яғни біздегі осы Галилей бізде инерция құбылысын ашқан кезде осылай тәжірибе жасаған. Енді қарайық. Тағы қандай мысал келтіруге болады инерцияға? Қандай қарапайым мысалдар келтіруге болады күнделікті өмірде? Қандай мысал? Нені микрофон қосамыз, кері байланысқа шығайық, оқушылар. Мысалға, адам тез жүгіріп келе жатқанда резко тоқтап қалса, онда оның инерция заңы орындалады. Яғни кенет резко тоқтай ала ма бұл жүгіріп келе жатқан адам? Екі оқушы. Көлік тоқтағанда алда екеуі бұл инерция болып табылады. Себебі көлік кейіннен тежелгенде дененің инерциялық әсерінен алға қарай ұмтылады. Ал жүрсе? Жүрсе ол артқа қарай. Артқа жүреді. Қарапайым оны біз кәдімгі қоғамдық көлік автобуста не істей аламыз? Байқалай аламыз, иә? Остановкаға тоқтаған. Галилей деп айтыңызшы. Айта ғой. Есімдеріңді айтып өтсеңдер сразу.
Дарья мектебі жалғастыра ғой. Muayyen batı mesleği açsak olmaz. Muayyen batı mesleği şu tarafın kaybolsun da ufak mesela disipline kadar жана беріп смотрим салған астын. Жақсы. Енді Дарья мектебінен не кері байланысқа кетейік. Айта Дарья ғой. мектебі мысалы велосипед тебу. Біз педальды басуды тоқтатсақ та, велосипед өзінің дөңгелектерімен, инерция күшімен біраз жүріп тұра алады. Жақсы, өте жақсы. Muayyen batı mesleği açsak olmaz. Айта ғой. Мысалы автобус келе тоқтаған кезде жолаушылар алға қарай жатыр. Себебі олар Иә, жаңа айттыңыздар ғой ол нені, мысалды. Автобус, машина айтылды, енді автобусқа көштік, иә? Мысал. Мұғалім, Аха. жаңа Дарья мектебінен айтқан Амантай Өте жақсы. Жақсы. Енді мына екінші, мына сурет туралы не айта аламыз? қараңдар. Мынау пойызда кетіп бара жатқан адам қыдырып. Muayyen polis toxtagan кезде ол алға қарай ұмтылады. Polis to'xtatgan кезде тежегіш басқан кезде адам алдына қарай. Иә, бұл не сонда? Инерция. Инерция құбылысы. Өте жақсы, инерция құбылысы. Арға осы біздегі инерция құбылысын жаңағы Галилейдің ашқан құбылысы, инерция құбылысын ары қарай тұжырымдаған ғалым ол біздегі ағылшын физигі Исаак Ньютон. Исаак Ньютон осы бірінші заңы, яғни Ньютонның бірінші заңы ол біздегі осы инерция құбылысына негізделген. Яғни денеге басқа денелер әрекет етпегенде, немесе олардың әрекеті теңгерілгенде, дене бір қалыпты және түзу сызықты қозғалатын санақ жүйесі, инерциялық санақ жүйесі ретінде қарастырады. Яғни бұл біздегі Ньютонның бірінші заңына сәйкес келеді. Келесі. Сіздерге мынадай не берілген? Көрініп тұр ма слайд? Иә, көрініп тұр. Енді бұл тәжірибені қазір былай өз ойларыңды айтып көріп, үйде жасап көруге болады. Мысалы, сендерге айтады, су құйылған стакан беріледі. Стакан. Оның бетіне кәдімгі карта бар ғой, немесе қатты кардон алуға болады. Сол кардонды қойып, оның үстіне мысалы 50 теңгені үстіне қойсаңдар, тиынды қолмен ұстамай қалай стаканның ішіне түсіруге болады дейді. Картаны ұстап, наклон жасау керек, ол өзі құлап түседі. Инерция болып. Немесе картаны тез тартып қалу керек. Қалай? Немесе картаны тез тартқалы керек, немесе или картаны кішкене Жоқ, бізге қолмен ештеңе ұстауға болмайды. Тиын ұстауға болмайды бізге. Тиынды қолмен ұстамайды. Тиын ұстамаймыз. Стакан тұр, стаканның үстіне карта жабулы тұр. Судың бетін немен жауып қоямыз. Картамен жауып қоямыз. Оның үстіне тиын қоямыз. Тиын қоямыз. Сол кезде біз ана тиынды ұстамай қалай судың ішіне түсіре аламыз. Мұғалім, картаны ұстап, картаны тез тартқалы керек, стакан ішіне құлау үшін тиын. Неге? Себебін түсіндіріп жүрсеңіз? Картаны тез тартқағанда тиын бір орында қалып, картаны өзі ғана қозғалып қалады. Сонда тиын астындағы стаканға құлайды. Ал бұл не үшін? Біздің бүгінгі сабағымызға не қатысы бар? Сіз өзіңізге инерция бойынша картаны тартып қалып, өзіңізге қарай алып кетесіз. Тиын бір қалыпта қалады. Қалыпта қалады. Өте жақсы. Дұрыс, өте жақсы. Келесі. Тапсырма. Қалайша қағазды аламыз дейді. Ұзын парақ, қағаздың үстінде су бар банка тұр. Банканы орнынан жылжытпайды, қағазды қалай аламыз?
Мұғалім бұны жаңағы бірінші тапсырма сияқты Банканы, банканың астындағы қағазды тез тартып аламыз. Мгм. А су төгіле ма? Жоқ, төгілмейді. Төгілмейді. Мгм. Сонда бұның барлығы бізде неге байланысты? Инерцияға байланысты. Инерция. А инерция дегеніміз не сонда? Дәрия мектебіне жауап берген Көріп отырмыз. деген жағдайда дене жылдамдығын сақталуы. Мгм. Жақсы. Енді біздегі инерциялық санақ жүйесі деген бар. Оны қалай түсінесіңдер? Санақ жүйесі деген не еді өзі? Санақ жүйесі дегеніміз не еді? Инерция заңы орындалатын санақ жүйесі инерциялық санақ жүйесі деп аталады. Санақ жүйесінің неше етап? Санақ жүйесі. Мұғалім енді қош. Иә, жауап бер. Бұл дененің қозғалысын сипаттау үшін қолданылатын координаталар жүйесі Bir kalıpta түзу сызықта қозғалады. санақ денесі қозғалысты салыстыратын негізгі дене. Мгм. Егер денеге ешқандай сыртқы күш әсер етпесе, онда ол тыныштық күйін сақтайды немесе бір қалыпты түзу сызықты қозғалады. Санақ жүйесі туралы мұғалім, санақ денесі координаталар жүйесі сағатшылық. Санақ жүйесі туралы концепт. Біздегі жермен байланысты санақ жүйесін біз инерциялық санақ жүйесі деп атаймыз. Яғни инерциялық санақ жүйесі болып саналады. Яғни оға біздегі инерция заңы орындалады. Мысалға, бір қалыпта қозғалып келе жатқан көлікте немесе пойызда немесе теплоходта орындалатын барлық құбылыстар ол жердегідей болады. Өйткені олар біздегі инерциялық санақ жүйесі болып табылады. Жақсы. Дәптерлеріңе нені жазып шығыңдар, ережелерді. Содан кейін кітаптарыңда 86-шы бетте жаттығу тұр. Жаттығу тұр. 13-ші жаттығудың екінші тапсырмасын қазір орындаймыз. Дәптерлеріңе орындайсыңдар. Бірінші ережелерді жазып шығасыңдар дәптерге, сосын 13-ші жаттығудың екінші тапсырмасын орындайсыңдар. Шәкәрім мектебі жазып болдық па?
иә. Мгм. Егер ережелерді жазып болсаңыздар, жаттығуды бастайық. Талқылайық. Екінші есепті. Қалай шығарамыз? Мұғалім айта берсем бола ма? Есіміңді айта ғой. Шәкәрімнен Көкенова Кәусар. Мгм. Бізде берілгені масса тең 0,2 тоннаға. Мю 0,2. Бізде белгісіз ол F үйкеліс күші. Мю деген не? Ал ХБЖ-ға ауыстырсақ, массаны 1000 килограмм болады. Шешуінде F үйкеліс күші тең мю көбейтілген ға. Ал F үйкеліс күші тең мю көбейтілген mg-ға. Сонда біз F үйкеліс күші тең 0,2 көбейтілген 1000 килограммға көбейтілген 9,8 метр секунд квадратқа. Шығады бізде 2000 килограмм метр секунд квадрат 2000 ньютон болады. Есімің кім? Кәусар. Каусар. Есептің шарты бойынша масса қаншаға тең болды? ХБЖ-ға ауыстырғанда 1000. Өзі шарты 0,2 тонна еді ғой. Қанша кило, қанша мұғалім ол біз 200 килограмм. 200 килограмм. 200 халықаралық бірліктер жүйесіне айналғанда ол 200 килограмм болды. Иә? Жақсы. Мю деген не еді? Мю дедіңіздер жаңа. Ол не? Үйкеліс коэффициенті. Ал үйкеліс коэффициенті деген не еді? Ол нені білдіруші еді? Ол тұрақты шамалар, иә, бізде? Ол 0,2. Қай ненің үйкеліс коэффициенті? Ненің арасындағы? Қандай денелердің арасындағы үйкеліс коэффициенті? Мұз бен шананың. мұз бен шаманы. Иә, мұз бен шананың арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,2 тең, иә? Жақсы. Мұғалім бір момент Айта ғой. Мен шешу былай деп ойлаймын. Банкада су бар, ал оның астында қағаз жатыр. Егер қағазды тез және қатты тартып қалсақ, банка орнынан қозғалмай қалады, ал қағаз сырғып шығады. Дұрыс, дұрыс. Мұғалім, Аха. жәнегі тапсырманы сіздің WhatsApp-ыңызға жіберсек. Өздеріңіздің пән мұғалімдеріңіз тексереді ғой. Маған Нені жауабын айтсаңыздар. Маған жауабын айта беріңіздер былай. Сосын пән мұғалімдері дәптерлеріңізді тексеріп шығады. Жауабы 392. Нені еркін түсу нешеге тең деп алдың? Шамамен 9,8 деп алдық. Жақсы. Жақсы. Барлығымызда шықты ма? Барлық мектеп? Кері байланысқа шығамыз. Екінші есепті шығарамыз. Жақсы. Үшінші есепті шығарамыз енді. Үшінші есепті шығарамыз. Үй алдындағы жазық алаңды, яғни террасаны жөндеп жатқан ұста массасы 400 грамм кішкене бөренені вертикаль қабырғаға горизонталь бағытта 0,5 килоджоуль күшпен тіреді дейді. Егер бөрене құламайтын болса, үйкеліс коэффициенті неге тең дейді. Осы есепті шығарамыз. Ары қарай Шәкәрім мектебінің пән мұғалімі Қарлығаш мұғалім жалғастырады сабақты. Шәкәрім мектебі. Қарлығаш мұғалім, ары қарай сөз сізде.
кері байланысқа шығамыз. шығып кетіп еді, қазір келеді. Жақсы, онда Батық мектебі мұғалімі, Сәуле мұғалім, өзіңіз жалғастыра бересіз. Қорытындылап. Жақсы, мен жалғастырайын. Микрофон қосылған жоқ. Жақсы. Так, оқушылар, құрметті оқушылар, жаңағы 13-ші жаттығудың 3-шісін орындаймыз. Так, бала шығардыңыздар ма? Иә. Онда айтып жіберіңіздер бәрін. Айта беріңдер, шығарғандарын. Массасы 500 грамм, қыбыр салған кезде 4 грамм болады. Килограмм болады. Ал күш 0,5 болғанда осы біз 5 қыбыр салған кезде 5 болады. Ол кезде бізде егер бөлімге құрамайтын болған кезде үйкес коэффициентін шешеміз. Үйкес коэффициентін табатын болсақ, ол үйкес коэффициенті бізде күштің бізге ең бірінші үйкес күштің формуласы бізде үйкес коэффициентін реакция күшіне көбейтеміз. Бізде реакция күші бізде F-қа тең, F күшке тең, ол күш бізде 5H-қа тең. Сондай-ақ күш бізде масса көбейтілген G-ға тең, яғни 0,4 килограмм көбейтілген 9,8 метр секунд квадрат. Ол тең болады 3,92 ньютонға. Сонда бізде үйкес коэффициенті күш үйкес бөлінген реакция күші болады. Сонда 3,92 ньютоннан бөлеміз 5 ньютонға, сонда 0,784 тең. Қалғандарымыз дұрыс па, балалар? Иә. Қалған мектеп. Иә. Жазып аламыз, қазір бәріміз дәптерлерімізге жазып алайық шығарғандарымызды. Сонымен балалар, бүгін біз Ньютонның бірінші заңын тұжырымдадық. Жалпы Ньютонның бірінші заңын қандай заң деп атайды? Оқушылар, Ньютонның бірінші заңын қандай заң деп атайды? Инерция заңы. Инерция заңы деп атайды. Жақсы. Сонда инерция дегеніміздің өзі не болды? Инерция заңы ол денеге басқа денелер әсер етпеген жағдайда дене жылдамдығының сақталуы. Жақсы. Дене жылдамдығының сақталуы немесе тыныштықта болуы. Жақсы. Сонда осы инерция заңы мен Ньютонның бірінші заңы дейміз, сонда тұжырымдалған уақытта, егер денеге басқа дене әрекет етпесе, ол не істейді? Тыныштықта тұрады немесе тұрақты жылдамдықпен қозғалады.
Балалар, енді жалпы бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Иә. Жақсы. Енді балалар, енді сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақ өздеріңе түсінікті болды ма? Міне мына жерде сіздерде кері байланыс тұр. Дария мектебіне сабақ толықтай түсінікті болды. Жақсы. Шәкәрім мектебінде де барлығы түсіндік. Ағой мектебі. Бүкілі түсінікті болды. Бұрман мектебі. Шәкәрім мектебі. Сіздерге түсінікті болды ма? Иә, Шәкәрім мектебіне толық түсінікті. Жақсы. Балалар, енді өздеріңе көрсетіліп тұрған мынау не бойынша, слайд бойынша міне кері байланыс жасайық. Маған сабақ қиын болды, сабақты толық түсінбедім, сабақты толық түсіндім. Осы жерде сіздерге не қиындық туды, қай нені түсінбедіңіздер, нақты толық түсіндіңіздер, осыған кері байланысты берейікші балалар кәне. Қорытындылайық сабақты. Маған сабақ толық түсінікті болды. Жақсы. Маған да сабақ толық түсінікті болды. Ньютон заңы көбінесе маған ұнады. Жақсы. Басқа мектептер. Енді сіздерге мына тапсырманы жаттығуды орындап жатқан уақытта қиындық туды ма? Қиындық туған жоқ па? Өз беттеріңізбен орындай алдыңыздар ма? Қай жерде қиындық туды айтып өтсеңіздер, егер қиындық туған